العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті ағалар, бауырлар, ең бірінші Алла Тағалаға сансыз мақтау болсын, сүйікті болған пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва салламға салауат болсын. Алла Тағала осы қасиетті жұма күні оқитын намаздарымызды, тілеп жатқан тілектерімізді, дұғаларымызды Алла Тағала қабыл етсін. Адам баласы жұманы біз әрине аңсап күтеміз. Неге өйткені жұма біздің дұғаларымызды қабыл ететін, тілектеріміз қабыл болатын күн. Сондықтан да Алла Тағала жұма күнді жақсы көреді. Жұма күндегі әрбір істеген жұмысымыз Алла Тағаланың алдында не қылады? Кеңінен қабыл болады. Сондықтан да мұсылман адам баласы жұма күнді күтеді. Бірақ жұма күнді күтесің, екінші бір нәрсені ұмытпа, жұма күн өткен сайын өміріңде өтіп кетеді. Сондықтан да қысқа болған ғұмырың, қамшының сабындай болған қысқа ғұмырың жұма өткен сайын дәл солай өтіп кетеді. Сондықтан да әрбір уақытқа, әрбір мезгілге біздер Алла Тағалаға мақтау айтайық, Алла Тағалаға сансыз шүкір айтайық. Әрқашан кезде нәпсімізді жеңіп, намазымызды оқып, таң намазын өткізбей, иншалла құптан намазын мешітте өткізуге Алла Тағала бізге не қылсын, нәсіп етсін иншалла. Енді бүгін жұма, сондықтан да жұмаға уағыз тақырыбы сіздер білесіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Құдай қаласа Алла бұйырса сыр аманат деген тақырыбы. Яғни сырласу, сырды сақтау, сырды таратпау деген тақырыбы туралы біздер не қыламыз иншалла бүгін тоқталамыз. Енді жалпы әрине біздер бір нәрсені білуіміз керек. Алла Тағала адамды жаратқан соң кейбір нәрселер бар, ешкім білмеген артық болады. Сырыңды сақтаған жақсы болады. Сырды таратпаған жөн болады. Сырды айтпаған жөн болады. Біреуге оны көрсетпеген жөн болады. Неге? Өйткені Алла Тағаланың енді мысалы өзінің адам баласына берген бір жұмыстары болады, тіршіліктері болады, құлшылықтары болады. Сонда жағдайында сырыңды сақтау бұл өте маңызды. Бірақ біздер бір нәрсені естен шығармайық. Сырдың құпиясын білетін кім ол? Алла Тағала. Алладан ешкім және еш нәрсе не қыла алмайды? Құпия бола алмайды. Ешқандай сырды сен Алладан жасыра алмайсың. Бірақ енді әрине біздер бұл дүниеге келген соң адам баласымен былай айтқанда жүрген кезде біздер не қыламыз? Әрбір адамның ішінде өзінің сыры болады. Өзінің құпиясы болады. Ол құпияны мысалы не қылғың келмейді? Ешкім білмегенді жөн санайсың. Я оны Алла біледі. Алла біледі, сен білесің. Болды, бітті. Қалғанын сен неге қалдыр? Аллаға қалдыр. Бірақ оны таратпа. Оны жайма. Оны айтпа. Әсіресе күнә жұмыс істейсің. Или күнә жұмыс істедің. Аузы білі. Құдай сақтасын. Істедің, мүмкін сен надандықтан істедің. Немесе сен білімсіздіктен істедің. Немесе сен немене қылдың? Жастықтан істедің. Немесе анау жастар сияқты один раз живем дедің. Мысалы дек. Бірақ сен өкіндің. Таубаңа түстің. Күнә жұмысты тастадың. Ниет еттің. Екінші рет мен күнә жұмысқа бармаймын, жоламаймын. Ниет еттің бе? Енді оны жариялаудың қажеті жоқ. Ол сен мен Алланың арасында қалды. Болды все. Бірақ мысал ретінде айтуыңа болады. Мысал ретінде айтуыңа болады. Бірақ онда да халық сені қалай түсінеді? Біреу айтады, анау мысалы бір арамызда біреудер жүрді, мысалы намазын бастады, пенсияға шыққан кезде намазын бастады, сразу өсектеді. Анау кезінде бір Кончита еді, анау флакпен арақ ішуші еді, қазір қарашы, анау молда болмапты анау не былай айтқанда үйтеді, бүйтеді. Соны сен көңілің алып қаласың соны. Неге өйткені? Сен мысалы не қылдың, былай айтқанда адам баласы болған соң көңілің алып қаласың. Сен ондайдарға не қылмайсың? Көңіл аударма. Құпияны білетін Алла Тағала. Таубаны қабыл ететін Алла Тағала. Алладан басқа ешкім таубаны қабыл ете алмайды. Сені не деп айтпасын, не деп өсектемесін, үкімін беретін Алла Тағала. Сондықтан да біздер осы нәрсені не қылмайық, есімізден ешқашан шығармайық. Ал енді біздің қазақ атамызда мынандай сөз бар,
жанашыр болған, сенімен бірге болатын, бейнетте, зейнетте, сәттілікте, сәтсіздікте жүретін өзіңдің бір туысқаның болады, құрдасың болады, замандасың болады. Сондай адамдарға, сенімді болған адамдарға біздің қазақ атамыз не деп айтады? Сырлас деп атайтын. Не үшін сырлас? Өйткені сен онымен не қыла аласың? Сырыңды айта аласың, құпияңды айта аласың. Неге? Өйткені сен білесің, ол сенің сырыңды ешкімге не қылмайды? Таратпайды, ешкімге айтпайды, ешкімге жеткізбейді. Неге? Өйткені ол аманатқа қиянат етпейтін нәрсе. Сондықтан да сыр деген нәрсесі, ғалымдар не дейді? Бір ауыз сөзбен айтады. Сырдың мағынасы ол аманат дейді. Аманат деген нәрсе немене? Аманат, былай айтқанда не? Адамдардың сізге жүктеген ақысы. Аманат өте көп. Мысалы, біреу сізге ақша береді, аманат деп. Бір зат береді, аманат дейді. Дәл сондай сізге не қылады? Бір құпиясын айтады. Бір сырымен сізбен не қылады? Сырласады. Сізге ашылады. Яна мысалы дек бар ғой басқа діндерде. Не деп айтады? Барады дін қызметкеріне. Сосын не қылады? Бұл айтқанда сырын ашады. Вот я был таким, вот я был таким, я сделал то, я сделал все деген сияқты. Сосын ол айтады. Әрине, ол сырласуға болады. Діндар кісі ғой. Діндар кісіге келеді, сырын айтады. Бірақ сен айтпа. Я, сенің күнәң кешірілді, немесе кешірілмеді. Оны шешетін кім болады? Жалғыз Алла Тағала болады. Алла Тағала шешеді. Кімдің күнәсін кешіруге, кімдің күнәсін не? Кешірмеудікке деген сияқты. Сондықтан да бұл жерде біздер сырласу дегендің мағынасын не дейміз? Сырласу деген, сыр деген мағынасы ол аманат. Ал аманатқа адам баласы не қылмау керек? Қиянат жасамау керек. Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Исра сүресінің 34-ші аятында «Вауфу бил ахд, иннал ахда кана мас'ула». Алла Тағала не дейді? Сертті орындаңдар, уәделеріңді орындаңдар, аманатқа қиянат етпеңдер. Неге? Сөз жоқ, уәде сұралады дейді. Міне, уәде не қылады? Сұралады. Келісім сұралады. Біреумен келістің, сауда саттыққа келістің, жұмысқа келістің, бизнесқа келістің, уәделестің, қол алыстың, сөз бердің, сөзіңді ұста. Уәдеңді орында. Біреу саған айтты, мен саған бір құпия айтам. Оны ешкім білмейді, тек қана сен білетін боласың. Оны ешкімге таратпа. Егер сенде мынандай сондай бір не бар, бір кемшілік, сен мысалы құпияны ішіңде сақтай алмайсың. Ондай болса тыңдама. Айт, лучше маған айтпашы, керегі жоқ деші. Біз ондай емеспіз ғой. Біз наоборот, давай, что там, не болып қалды, айтшы деген сияқты. Құлағымызды уже ашылып қалады уже, құлақ ашылды уже, бітті. Ана программа уже не зависает, давай, қабылдауға дайын деген сияқты. Сосын біздер не істейміз? Ана бір Кеңес одағында бір фильм болып еді ғой, «По секрету всему свету» дейді. Сөйтіп таратады, білесіңдер ме, оны бейтіпті, білесіңдер ме, оны сөйтіпті, Құдай сақтасын. Егер сырды сен сақтай алмайтын кісі болсаң, тыңдама. Аулақ, айт, керек жоқ, қойшы, аузы білля маған айтпашты. Мен ондай адам емеспін, мен Құдай сақтасын біреуге айтып қойым мүмкін, байқамай. Ана арабтардың мақалы бар. Айтады ғой, адуын, не ақилун хайрун мин садиқун жахилин дейді. Бұл айтқанда немене? Надан болған достан ақылды болған дұшпан артық дейді. Неге? Өйткені ол надан болған дос білмеген жерде саған бір қастандық істеуі мүмкін. Айтқан нәрсеңді қарсы шығуы кетуі мүмкін. Ал енді ақылды болған дос ешқашан саған не қылмайды, бұл айтқанда ондайларға бармайды. Омен дұшпанды анық көріп тұрасың. Ана досың араңда жүреді, арамызда жүреді, аллилуйя деп. Бірақ ішінде не болып жатыр, Құдай біледі оны. Құдай сақтасын. Мұнафиқ дейді ғой. Вот мұнафиқ ең жаман біздің ислам дінінде, кәпір емес, біздің ислам дінінде ең жаман 200-де болған мұнафиқ. Неге? Өйткені ол біздің арамызда жүреді. Біз сияқты намаз оқиды, біз сияқты ораза ұстайды, біз сияқты қолын жаяды, біз сияқты дұға етеді. Бірақ ішінде несі бар? Уәдесін орындамайды. Аманатқа қиянат етеді. Өтірік сөз айтады.
ол қандай мұсылман болады? Құдай сақтасын. Сондықтан да Алла Тағала бізге не дейді? Сертті орындаңдар дейді. Аманатты орындаңдар. Сосын ешқашан естен шығармаңдар. Уәде бердің бе? Уәдең сұралады. А біздер қазір міне каждый третий кидалшық қазір. Уәде береді, «Walлахи биллахи» деп айтады, ищи ветер поле. Сен міне ойлайсың ба, сен такой не умный, қалған бәрі тупой, идиот деп ойлайсың ба? Алла Тағала көріп тұр. Алла Тағала біліп тұр. Міндетті түрде сен не қыласың? Істеген жұмысың үшін жазаңды немесе сыйлығыңды міндетті түрде аласың. Алмастан бұрын сен бірінші не қыласың? Сұраласың. Қазақ айтады, не дейді? Судың да несі бар дейді? Сұрауы бар дейді. Ойлап көріңіздерші, судың да сұрауы бар дейді. Неге? Өйткені дәрет, мысалы, экранды ашып қойдың, қолыңды 5 минут жуасың, аузыңды 2 минут жуасың, мұрныңды 2 минут жуасың, су деген ағып жатыр, ешқандай. Құдай сақтасын, сен не қылдың? Аманатқа қиянат еттің. Ол су, ол Алла Тағаланың берген неғметі. Ол үкіметтікі, ничего страшного. Омар ибн Абдул-Азиз, анау, бұл айтқанда нені, түндегі болған, бұл айтқанда шырақты ауыстырған кезде, ол не деді? Ана шырақ қазынаның шырағы деді. Яғни қазынаға ол кісі не қылған жоқ? Аманатқа қиянат еткен жоқ. Қазынаға қолымен не қылған жоқ? Сұққан жоқ. Міне, адам баласының аманаттың ең жоғары деңгейі болады. Ең жоғары деңгейі, құрметті жамағат, ол кішкентай нәрседен басталады. Кішкентай нәрседен басталады. Кейбіреулер айтады, міне, мен арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, бірақ отырады да өсекті ұрай береді. Біреулерді ғайбаттай береді. Сен аны арақ ішкенден бетерсің сен. Неге? Өйткені сен адамдардың етін не қылып жатсың сен? Тірідей жеп жатсың. Даже тұздамай жеп жатсың сен. Өкіртіп ал. Аузы білді. Адам баласы өзінің ақылына сайкес келтіріп не қылады? Кішкентай болған, бұл айтқанда кішкентай жұмыстарды кішкентай күнәға жатқызады. Ничего страшного там. Көр алмастық, күншілдік адамдарда болады. Неге? Өйткені оның бәрі осы нәрселерден пайда болады. Аманаттың жоқтығынан пайда болады, құрметті жамағат. Сондықтан да сырды сақтау ең бірінші біздер білейік, ол аманаттың белгісі. Егер сен аманатшыл кісі болатын болсаң, ондай болса сырды, құпияны сақтайсың, бірақ күнәні, жұмысты сақтамайсың. Мысалы дек біреу күнә жұмыс істеп жатыр. Сен оны қайтаруың керек. Сен оны үгіттеуің керек, насихаттауың керек. Сен айтуың керек, сен айтпауың керек. Енді жарайды. Ол өзі қиямет күнінде бұл айтқанда не қылады? Жауап береді деген әңгіме жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, күнә жұмысты көрдің бе, немен өзгерт дейді? Қолыңмен өзгерт дейді. Қолыңмен өзгерте алмасаң, тіліңмен өзгерт дейді. Тіліңмен өзгерте алмасаң, жүрегіңмен өзгерт дейді. Міне, кейбір нәрселер бар, сырласқан кезде сырының өзінің не түрлері бар. Сондықтан да Бауыржан Момышұлы атамыздың айтқан сөзі бар. Не дейді? Сырыңды ешкімге алдыртпа дейді. Неге? Өйткені екі аузыңда дейді, екі елі аузыңда дейді, сыймаған сөз дейді, өзгенің 32 тісінің арасында тіптен сыймайды дейді. Көріп көрші. Яғни біреу саған аманат ретінде айтты ма, ондай болса ол сырды не қыл, бұл айтқанда айтпауға, таратпауға оны тырыс, әрекет ет. Оны ұмытып кет. Неге? Өйткені Алла Тағала өзі көруші, Алла Тағала білуші. Ал енді сырлардың түрлері болады дейді ғалымдар. Ең бірінші сырдың түресі ол қандай дейді? Адамның жеке өзінің сыры дейді. Адамның жеке өзінің сыры. Біздер жиналамыз міне. 1000 кісі ма, 2000 кісі намаз оқып жатырмыз. Әр біреуміздің ішімізде отырған өзіміздің сырымыз бар. Ол сырды ешкім білмейді. Мүмкін әйелің де білмейді. Мүмкін не балаң да білмейді. Ол сырды сен не қылмауың керек, бұл айтқанда ешкіммен бөліспеуің керек. Егер сенбейтін болсаң, біреуге сенбесең, әйеліңе сенбесең, балаңа сенбесең, замандасыңа сенбесең, ондай не қылма, ол сырды айтпа.
ол сырды біреуге жеткізбе, біреумен бөліспе. Неге? Өйткені Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Бір сүресінде, Имран сүресінің, Әл-Имран сүресінің 118 аятында о иман келтіргендер дейді, өздеріңнен, мөміндерден басқаларды сырлас тұтпаңдар дейді. Яғни момын кісі болу керек сырласу үшін. Сенімді кісі болу керек сырласу үшін. Семьяңдағы болып жатқан бір қиыншылықты біреумен ақыл сұрамақшысың. Біреуге келдің, ақыл сұрамақсың. Ақсақал, жасы үлкен, қажы, имам, мысалы дек, немесе бір сенімді бір досың, сомен сырласпақсың, ақыл сұрамақсың. Ондай болса, егер сен бөтен бір кісіге келетін болсаң, оған сен айтпа, менде осылай болып жатыр деп. Керісінше қала айт, бір кісіде болып жатыр деп, мысал ретінде айт. Ана кісіде, бір кісіде осындай маған сұрақ бол деп сұрақ берді. Соған мен не деп жауап берем? Оның семьясында былай-былай болып жатыр. Немесе оның жағдайында былай-былай болып жатыр деген сияқты. Онда мен не деп жауап берем? Ол адам баласы, сен ақыл сұрайтын, сырласатын адам баласы қандай болу керек? Момын болу керек. Момын деген немене? Сенімді. Бұл айтқанда не? Таратпайтын, біреудің ақысын жемейтін, біреудің қарғысын алмаған, халықтың арасында амин болған кісімен сырлас. Міне сол ол дұрыс болады. Сондықтан да Алла Тағала не дейді? Міне өздеріңнен, яғни басқаларда, момындардан басқалармен сырлас тұтпаңдар, сырласпаңдар. Неге? Олар сендерді әбігерге салуда да ешқашан еш қарап қалмайды, әрі сендердің қиналғандарыңды қалайды дейді. Міне сені жек көрген адам, саған жақсылық көрмеген адам, сен оған егер құпия ретінде айтатын болсаң, о не қылады? Керісінше саған жамандықты тілейді, ішінде қуанып отырады. Жақсы бопты, жақсы бопты, тебе так и надо, вам так и надо деп айтуы мүмкін да. Құдай сақтасын. Ешқашан біреудің үстінен күлме, біреуді керемеждеме, айтпа, да, он заслужил это деген сияқты. Құдай біледі, он заслужил этого или не заслужил этого. Один Аллах знает. Сондықтан да біреудің үстінен күлме, біреуде жамандық тілеме, және біреудің сырын ашып, оны не қылма, былай айтқанда ұятқа қалдырма. Неге? Өйткені Алла Тағала бәрін біліп тұр, және бәрін көріп тұрады. Сондықтан да Хазірет Алинің радиаллаху анхумның айтқан бір сөзі бар. Не дейді? Ішіңде сақтаған сырың сенің тұтқының дейді. Егер оны айтар болсаң, онда сен оның тұтқыныңа айналасың дейді. Міне, ішіңде сақтап жүрген бір сырыңды, ол сенің тұтқының дейді. Сен оны қамап тұрсың, зынданға салып қойдың. Ал егер сен оны босатып жерсең, ондай болса сен не қыласың? Сол сырдың өзің тұтқыны болып қаласың дейді. Яғни өзің сен зынданға түсіп қаласың дейді. Сондықтан да құрметті жамағат, ең бірінші өзіміздің кейбір сырымыз бар ма? Ондай болса ол Алла мен өзіңнің араңда қалсын. Алла көруші, Алла Тағала білуші. Бірақ ешқашан еш уақытта сен бір нәрсені есіңнен шығарма, Алладан кешірім сұра, Алла Тағалаға бет бұр. Бір қателік істеген болсаң, бір күнә жұмыс істеп қойған болсаң, кезінде надандықтан, білместіктен, ол құпия ретінде қалсын өзің мен Алланың арасында. Бірақ Алладан шынайы кешірім сұра. Біреуге қатыгездік істеп қойдың, біреудің ақысын жеп қойдың, біреудің жібін не қылдың, кесіп кеттің, біреудің жолын тоқтатып тастадың. Ондай болса Құдайдан кешірім сұра. Оны әрине жариялама. Алла көріп тұр, Алла біліп тұр. Егер сен шынайы кешірім сұрайтын болсаң, Алла Тағала міндетті түрде кешіреді. Екінші құпия неде болады дейді? Отбасылық болған құпия дейді. Отбасылық құпия біздің ислам дінінде ең маңызды құпиялардың біреуі болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахих хадисте не дейді, құрметті жауым? Мына деп айтады: "Инна а'замал аманата индаллахи яумал қияма ар-раджулун яқди иля имратихи ва тaqdi илайхи сумма янширу сирраха." Пайғамбарымыз не дейді? Қиямет күні дейді, Алланың қасында дейді, ең үлкен аманат ретінде әйелі мен отбасылы ақысын өтеп, сосын дейді не? Аз дейді, ал таңертең дейді, екеуінің арасында не болғанын жөнінде адамдарға жария қылған еркектен сұралатын болады дейді. Міне,
Ең үлкен аманат. Әйеліңмен жақындастың, әйеліңмен сенмен жақындасты. Ондай болса, ол құпияны, жақындасқандың құпиясын сен не қылмай дейді? Ешкімге айтпа, ешкіммен бөліспе, еш нәрсені баяндама. Бірақ бізде Құдай сақтасын, кейбірақта не қылады? Отырады. Что, где, когда. Сен әйелдер отырады, еркектер отырады, Құдай сақтасын. Қалай болды? Қалай істеп жатсың? Аузу билля, Құдай сақтасын. Ең аманаттың жаманы, аманатқа қиянат еткенің, кешіресіздер, төсектегі болған нәрсені әңгіме ретінде сөйлесу. Отбасылық болған құпияны міне ашу, ол әйел жақтан болсын, ол еркек жақтан болсын, аманаттың не қылады? Қиянаты со болып табылады. Құдайдан қорқасың ба? Еркексің ба? Әйелсің ба? Ондай болса Алла тағаламен бірге бол. Ол құпияны ешкімге айтушы болма, еш нәрсені таратушы болма. Ол туралы немесе басқа бір бауырың туралы, қарындасың туралы біреулерге бір нәрсе таратпа. Бірге тұратын болсаң, аузыңды жауып жүр. Араласпа, шаруаң болмасын. Құдай өзі көріп тұр, Құдай сақтасын. Ол саған ойыншық нәрсе емес. Отбасының құпиясын жариялау, әсіресе ерлі зайыптыларға бұл аманаттың ең шегі, ол харам болған нәрсе. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет күніндегі ең қатты сұралатын ерлі зайыптылар дейді. Қандайдар? Төсектегі болған құпияны, төсектегі болған сырды не қылады? Бәріне таратады. Подружкасына, анаған, мынаған, Құдай сақтасын. Әрине, адамда сырқат болады. Сырқат болатын болса, оны сен ешкімге айтпа. Дәрігерге жүгін, дәрігерден сұра, емін ізден. Бірақ каждысынан оны сұрай берме. Неге өйткені ол каждысынан сұрай беретін болсаң, Құдай сақтасын, не қыласың? Сен сырды бәріне таратқан болып саналасың. Сондықтан да құрметті жамағат, отбасының сырын біздер әрқашан әр кезде сақтауымыз керек. Қандай жағдай болмасын, ол және бір рет айтам, ол әйелге де байланысты. Әйелдер де отырады, әңгіме соғып отырады. Сенің жолдасың қалай? Сенің шаруаң қандай? Кімдің жолдасы қалай екендің? Құдай сақтасын. Немесе біреулер мақтанады, менің жолдасым мынандай, Құдай сақтасын. Аузы білі, фитнаның жолын ашасың. Сондықтан да біздің дініміз не қылады? Жалпы ең бірінші со нәрсе. Сосын екінші, әрине отбасындағы болатын проблема. Сәттілік болады, сәтсіздік болады, бейнет болады, зейнет болады. Ол өмірдің заңы емес, ол Алла Тағаланың заңы. Ол семья болды ма, обязательно ыдыс. Бұл айтқанда кесе сынбай, ол үйде тұрмайды. Егер сен ойлайтын болсаң, жоқ, мен суперменмін, мен бэтменмін дейтін болсаң, сен қателесесің. Онда ешкімде болмайды. Ешкім ол не супер емес. Әрбір адамның өзіне байланысты несі бар? Бір қателігі бар, бір кемшілігі болады. Сондай жағдайында сыртқа айтып жүрме, сыртқа оны таратып жүрме. Әйелің мысалы тамақ пісіре алмайды, өкініш қоры. Бәріне айтып, менің анау ата-анасына барып, бетінен алып, оны соғып, сендер қандай маған қызды бердіңдер, өзі әп-әдемі, сұп-сұлу тамақ пісіре алмайды мынау. Қайтарыңдар ма, маған керегі жоқ деген сияқты. Сен маңдайыңа жазды ма, алды ма, некелестің ба, енді ретте. Оны ретте, ол саған Құдайдың саған берген несі болады? Сынағы болып табылады. Үшінші сыр, ол не дейді? Өзге адамдардың сыры дейді. Яғни өзге адамдардың сыры, бұны да біздер өте сақ болуымыз керек. Міне сіз сенімді бір кісісіз. Саған бір кісі келді, айтты, бір құпияны айтты. Қандай құпия Алла біледі. Бизнесқа байланысты келді, айтты. Өйткені ана бір кісі болады, мысалы, ішінде сақтай алмайды о бейшара. Ну, действительно, ішінде сақтаса жарылып кетеді о бейшара. Ол обязательно айту керек ол. Ондай болса, ондай кісіге не дейміз? Сенімді кісіге айтушы бұл. Сенімді, сондай сенімді, действительно саған жаны ашитын, егер керек болатын болса, саған тұрып беретін, сенімен бірге болатын бір досыңа, туысқаныңа айтатын болсаң, онда айт. Бірақ енді тыңдаған кісінің нәрсесі ол қандай, құрметті жамағат? Аманатқа қиянат қылма. Яғни аманатқа қиянат қылма дегені Алла Тағала не дейді? Инналлаха ла юхиббул хаинин дейді. Оның мағынасы расында Алла Тағала не дейді? Қиянатшыларды жақсы көрмейді дейді. Қиянат жасама. Саған ол ашылды. Мысалы психологтар болады міне.
ақыл беретіндер отырады, там қабылдайды, мысалы дейік. Сосын саған айтады, я бүйтеді, сен сөйтесің дейді. Мысалы дейік, бұл проблеманы шешуге болады дейді. Мысалы дейік, сол кісілердің де мойнында тұрған аманат бар. Мен де мысалы имаммын. Маған да неше түрлі кісілер келеді. Біреуін танимын, біреуін танымаймын, мысалы дейік. Сондары келеді, ішіндегісін айтады, кейбірақты. Егер мен оны алып, Құдай сақтасын, өзіне тікелей байланысты болған нәрсені мен айтуға ақым жоқ. Я мен оны ақыл берем, Құрандан айтам, сүннеттен айтам, фатуа айтамын, шариғаттың жолын баяндайым, бітті. Ары қарай Алла тағалаға тапсырам. Мүмкін мен оны ұмытып кетем. И ол жақсы болады мен үшін. Ұмытып кеткен. Неге өйткені о нәрсе есіңде қалатын болса, айтқың кеп тұрады, Құдай сақтасын. Сондықтан да саған да біреу кеп айтты, намаз оқисың. Бір туысқаның бар қиналып жүр. Сен жұмаға барасың. Жұмабайсың, беспайсың, без разницы, намаз оқисың, ана айтады, мынау намаз оқиды дейді, мынау таза кісі дейді. Саған келіп ашылды, айтты. И сен алдыңда оны тараттың, Құдай сақтасын. Аузубилля. Ондай болса сен кім боласың сен? Аманатқа қиянат еткен кісі боласың. Ал ондайларды Алла Тағала не қылады? Жек көреді. Ондайлардың екі дүниеде де не болады? Жолы болмайды. Ондайлар бақытсыз болады. Неге өйткені адамдардың кемшілігін іздеп жүретін, адамдардың артына түсетін, қазақ айтады ғой, тырнақтың астынан кір іздейтіндер, олар оңбайтындар олар. Құдай сақтасын. Оларға ұнамайсың. Отырсаң сопақсың, тұрсаң сопақсың, опақсың бұл айтқанда. Неге өйткені еш нәрсе ұнамайды оларға. Ондай сен болма. Құдайдан сен қорқ. Біреуден тыңдадың ба, бір нәрсені таратпа. Саған қажеті жоқ па? Жолама оған. Құдай сақтасын. Керісінше, сенден ақыл сұрады ма, бір нәрсе сұрады ма, ондай болса оны көмектесуге, айтуға сен ешқандай не қыл, әрқашан әр кезде соны тырысуға әрекет етуің керек. Ал енді құрметті жамағат, сырға не болып, оны берік құлыптай сақтау үшін әр адам мынандай амалдарға назар аудару керек. Енді құпияны сақтау үшін біздер не істеуіміз керек дейді ғалымдар. Ең бірінші не дейді? Сырлы аманат деп білу. Жоғарыдан қанша рет айтып жатырмыз. Ол аманат, ол аманат. Оған дәлел сіздер білесіздер, Аннас ибн Маликтің хадисі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні Аннас ибн Маликті шақырады. Аннас ибн Маликті шақырған кезде оған не қылады? Бұл айтқанда бір нәрсені не қылады? Айтады, не қыл дейді, Аннас ибн Малик айтады, мысалы дейік, Алла елшісі дейді, бір күні мені бір шаруамен жұмсаған болатын дейді. Сол себепті анамның алдында кешігіп бардым дейді. Үйге келген кезімде дейді, анам менден сұрады дейді, неге кешігіп келдің деп. Сол кезде мен айттым дейді, Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям мені не бір шаруамен жұмсаған еді дейді. Сонда анам сұрады дейді, қандай шаруа? Қандай шаруамен жұмсады деп. Сол кезде мен айттым дейді, бұл сыр деп айттым дейді. Бұл құпия. Сонда анамыз маған айтты дейді, міне иманды болған ана баласына не деп айтты дейді, егер дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям саған сол сырды айтқан болса, ондай болса ол сырды ешкімге айтушы болма деген екен дейді. Міне, яғни бұл айтқанда неге? Өйткені бұның мақсаты адам баласы аманат деп, егер сен оны мойындайтын болсаң, сен оны әрқашан әр кезде сақтайсың. Екінші не дейсің? Бұл айтқанда сырлы ашудың зияндары жайында ойлау. Егер мысалы дек сырды ашудың зияндары көп болатын болса, оны айтпа. Оны ешкіммен бөліспе. Оны сақтаған сен үшін артық болады дейді. Сондықтан да құрметті жамағат, сосын үшіншісі не болады? Бұл айтқанда тіліңді сақтау керек. Тіліңді сақтау керек. Мына көп құпияны айтатындар кімдер? Ана көп сөйлейтіндер оны. Ана сөйлейді ғой, сөйлеп кетейір, бір кезде байқамайды, ұра береді анау. Не тисе терекке, тимесе бұтаққа деген сияқты. Көп сөйлеме. Көп сөйлесең, не қылмайсың, аңғармай қаласың. Ана ішіңдегі болған барлық нәрсені айтсайсың ол туралы. Құдай сақтасын. Ол зачем саған керек? Біреуді ренжітіп қоясың. Құдай сақтасын. Содан сендер ойлайды анау. Мынау осындай не? Сондай бір сенімсіз адам деген сияқты екен деп. Сондықтан да біздер құрметті жамағат әрқашан кезде сырымызды сақтап жүрейік. Шәкәрім атамыз бір сөзінде не дейді? Бұл айтқанда бір сөзінде айтқан, сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді дейді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді, сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем дейді. Міне, яғни мысалы дек ыдысқа су құйдың ба, ол су тұру керек, сақталу керек. Біздің сыр да дәл сондай. Айтылды ма, оны сақта. Айта алмайсың ба, сақтай алмайсың ба, ең бірінші тыңдама.
екінші не қылма, тіліңді одан сақтап, оған қатты көңіл бөлме. Құрметті жамағат, Алла Тағала дуа тілектерді қабыл етсін, иманымызды кәміл етсін, құпияны сақтайық, мұсылмандардың, адамдардың кемшілігін іздемейік, өзіміздің кемшілігімізді тауып, соны реттеуге әрекет етейік. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.